Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті шәкірттер, мен Жомарт Батырбек, арабтың тілінің маманымын. Сіздер менен айт деген сөз, мейрам, айт мейрамы бар ғой, айт деген сөз жайында түсіндіріп берсе деп сұраған екенсіздер. Мен сіздерге тақтаға оны түсіндіріп беремін. Айт деген сөз арабтың ауда деген сөзінен алынады екен. Ауда дегеніміз қайтып келу деген мағынаны білдіреді. Оралу, қайтадан оралу, қайтып келу деген мағынаны білдіреді. Мынау мастар сөз. Негізгі источник дейді, оларда корень жоқ, оларда источник бар, шыққан тегі. Осы ауда дегеніміз оралып келу, қайталана беру, келе беру, тоқтамау деген мағынаны білдіреді. Осы сөзден айт деген сөз туындайды. Біздің мейрам, айт. Айт дегеніміз осы мейрамның аты. Қайталана беретін мейрам деген мағынаны білдіреді. Қайта келе беретін мейрам. Яғни өйткені ол ауда деген сөзден алынып жатыр ғой. Арабтарда ауда деген еркектерге ат қояды, ауда деп. Тоқтамасын. Бізде бір аттар бар ғой, сондай. Тоқтамас деген сияқты сондай аттар бар ғой. Сол сияқты ауда деп қоятын арабтарда сондай аттар бар. Енді айдукум мубарак деген бір фотолар келіп жүреді бізде. Құттықтау фотолары, сосын видеолар келіп жатады. Мейрамдарың құтты болсын деген сияқты. Осы жерде енді мубарак деген сөзбен қолданылады. Айдукум мубарак. Кум деген сөз қосылады енді жерге. Сендердің мейрамдарың берекелі болсын деген мағына. Сіздер оны көп қолданып жүрсіздер, айдукум мубарак. Айдукум. Кум енді ол сендер деген мағынаны білдіреді. Осыған жалғанып тұрады. Кум. Айдукум. Сендердің мейрамдарың мубарак болсын деген. Мубарак. 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 Нәжедегі өзінікі. Айдукум мубаракун. Сендердің мейрамдарың мубарак болсын. Берекелі болсын деген мағынаны білдіреді. Осы жерде енді мына дамма менен мына дамма екеуі маңызды. Сендердің мейрамдарың мубарак болсын, берекелі бола берсін деп сіздер открытка жібересіздер. Сосын ауызбен айтасыздар. Енді айт мейрамы келе жатыр ғой. Айдукум мубарак деп құттықтап жатады. Имамдар, сосын мұсылмандар бір-бірін айдукум мубарак деп құттықтап жатады. Осы жердегі айт, мына ауда деген сөзден алынады дедіге. Қайталана беретін мейрам деген мағынаны білдіреді. Тоқтамайды. Енді ол қиямет күніне де мұсылман адам бар болды ма, ол келе береді, тоқтамайды. Бізде енді мұсылмандарда екі түрлі айт бар. Қайталана беретін екі түрлі айт бар. Айдул фитр және айдул адха. Оны бұдан кейінгі видеоларымызда сіздерге түсіндіреміз. Қош сау болыңыздар. Менің есімім Жомарт Батырбек. Мен арабтың тілінің маманымын. Осылай қысқа видеоларды сіздерге түсіндіруді жөн көрдім. Қош сау болыңыздар.